Достықтарыңыз мәңгі болсын. Сізге Айбек Қайболла бір ауыз сөйлесем деп еді, бір лебіздеріңізді айтып жіберсеңіз. Алло, сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе? Айбек қалдыңыз қалай? Жақсы, өздеріңіз қалайсыздар? Жақсы. Бұл енді үлкен сыйлық емес қой, бірақ көңіліміз ғой сіздерге деген шынайы тілектеріңізге, сіздердің шынайы достықтарыңызға шынымен де қарап қуанып отырмыз. Менің де осындай бірге оқыған достарымның құрметіне жазылған ән еді. Сол үшін мен де қуанып жатырмын. Жаңа 10 мың теңгеге не алам дейсіз? Бізде 30 жылдық биыл мектеп бітіргенімге соған концерттарға торт алдым. Түф, құтты болсын. Айбектің подаркасы торт деп айтып жүресіз ғой. Әрине, саламыз. Белгілейміз бұл Павлодар облысы Баянауыл ауданы. Түф, Баянауылға сәлем болсын. Достарыңыз аман болсын. Баянауыл білеміз, жақсы көреміз. Бір бару арман ауылдардың қалалардың бірі ғой. Баянауылдықтарға жалынды сәлем, аман болыңыз. 30 жылдық құтты болсын. 40 жылдық, 50 жылдыққа жалғаса берсін. Рахмет үлкен, сау болыңыз. Өнеріңіз жалғаса берсін, Айбек, көп рахмет. Әумин. Рахмет үлкен. Тағы 10 мың теңгеміз. Енді бұл көңіл ғой, шынымен де қарап отырсақ 30 жылдық өзіміздің мерейтойымыз болып жатыр. Осы тұрғандай класстар болып жиналып жатырмыз. Соларға Айбек Қайболладан торт деп достар торт қойайын деп жатыр. Жаңағы ақшаға торт алайын деп жатыр. Шынайы бір достардың бас қосуына, достардың бір қуанып қалуына себепкер болып жатқан мен де қуанып тұрмын ағайын. Достарыңыз шынымен аман болсын.